Сәлем достар, YouTube'да қарапайым экономика арнасы. Біз бүгін сіздерге уәде еткеніміздей Түркияның сыртқы саясаты мен әскери күш қуаты жайлы айтамыз. Видеоның соңына дейін көріңіз, қызықты фактілерге қанық боласыз, ал ұнап жатса лайк басуды ұмытпаңыз. Осыдан аз ғана уақыт алдын Түркия сыртқы қарым-қатынасында сауда, дипломатия және географиялық байланыста болған еді. Ататүрік кезеңнен бері күш салынып жатқан сауда қарым-қатынастары арқылы алыс-жақын елдерге ықпал етпекші болды. 2011 жылғы араб көктемі оқиғасына Түркия ешбір әсер ете алмады. Дәл осы кезде түрік билігі өз күшінің әлсіз екенін, қатал әлемдік текетіресте жұмсақ болуға болмайтынын түсінді. Ал сол кезде түрік еліне тікелей қауіп төнген шақта түріктер тағы да бір сабақ алды. Қай заманда да билік күшті екенін түсінді. Солайша 2014 жылдан бастап Түркияның сыртқы қарым-қатынасы өзгерді. Шет елдерде өзінің әскери базаларын құрды, өз қару-жарағын жетілдірді, тіпті заманауи қару-жарақ өндірісін жолға қойды. Мұндай өзгеріс немен байланысты болғанын және бұның себеп-салдарын айтатын боламыз. Түркия Европа мен Азияның Қара теңіз бен Жерорта теңізінің ортасында орналасқан. Бұл орналасу түрлі саяси және мәдени екі әлемді бір-бірінен бөліп тұр. Сол арқылы батыс пен шығысты жалғаушы көпір рөлін атқаруда. Ал бұл Түркияға Балқан түбегіне, Жерорта теңізіне, Кавказға, Таяу шығысқа, тіпті орталық Азияға өз күшін көрсетуге мүмкіндік береді. Алайда бұл таяқтың екінші ұшы бар және ол Түркияның өзіне келіп тиеді. Ашып айтар болсақ, Сириядағы әскери қимылдар, Иранға салынған санкциялар, Ирактағы толқулар, Ауғанстаннан қашқан босқындар, Украинадағы және Қара теңіздегі Ресей әскерінің қимылы және Кавказ бен Балқан түбегіндегі тұрақсыздық. Мұның бәрі Түркия экономикасы мен түрік басшылығының қызығушылығы үшін ауыр соққы. Тіпті бұл оқиғалар тікелей Түркияға қатысы жоқ болып көрінсе де. Түркия тәуелсіз ел болған сәтте ақ Ататүрік елде экономикалық өсуді, демократиялық дамуды, алыс-жақын шетелдермен достық қарым-қатынас құра отырып, сауда байланыстарын дамытуды қолға алды. Әрине бұл өз жемісін берді. Елдің экономикалық әл-ауқаты артты. Елде дін мен саясат екі бөлек қарастырылды, ал қауіпсіздік мәселесінде Европаға, НАТОға арқа сүйеді. Тіпті жаңа ғасыр басталғанға дейін, яғни 2000 жылдарға дейін бұл ең идеалды таңдау болып саналды. Түркия өз қатарлас таяу шығыс елдеріне үлгі бола алатын еді. 2010 жылдан бастап көптеген араб елдерінде халықтың демонстрациялық толқулары болып бірнеше елдің билігі ығыстырылды. Бұл араб көктемі оқиғасының басы еді. Дәл осы тұста түрік билігі таңдау жасау қажет болды. Кімді қолдаймыз? Биліктегілерді ме, әлде көтерілген халықты ма деген таңдау болды. Сол кезде демократиялы түркі елі үшін араб елдеріндегі билікті қолдау 87 жылдық демократияға жасалған сатқындық болар еді. Әрине олар демонстрацияға шыққан халықты қолдады. Бұл таяу шығыстағы саяси ахуалды өзгертеді деп сенді. Алайда алғашында бейбіт басталған демонстрациялық митингілер бақылаудан шығып кетті. Сирияда бірнеше бөлікке бөлінген қарулы топтар пайда болды. Түркия Асад билігі қару қолдануды тоқтатуға шақырды. Ал есесіне Анкара Дамаскке бірнеше уәде берді. Олар экономикалық және дипломатиялық қолдау, елде реформа жасауға жәрдемдесу және билікті бейбіт ауыстыруға көмектесу. Алайда президент Асад шерушілерге қарумен және күшпен жауап беруін тоқтатқан жоқ. Олар бұл үшін Иран билігінің көмегін таңдады. Әрине жағдай ушығып, бұл аумақтағы босқындар Түркияға ағылды. Сирия әскері солтүстікті босатып берді. Түріктерге емес әрине, Күрдістан партиясының әскеріне. Солайша Сирия мен Түркияның арасында күрдтер арқылы жаңа бөгет қойылды. 2015 жылы бұл аумаққа орыстар келді. Ресей әскерінің келуі әрине түріктерге ұнамады. Сол жылы Ресей истребителін Түркияның әуе территориясын бұзғаны үшін түрік қорғаныс күштері атып түсірген еді. Сол кезде Түркияға НАТО аса үлкен қолдау көрсеткен жоқ. Ең жаманы сол тұста Вашингтон Сирияның солтүстігіндегі күрдтерге қолдау көрсетті. Бұл сепаратизмге апарып соқтырды. Түркия өзі 92 жыл арқа сүйеген демократиялық тәуелсіздік ұғымы
күштері әскери күшінің қасында тым әлсіз екенін мойындаудан басқа амалы қалмады. Өз ықпалының әлсіреп бара жатқанын сезген Анкара әскери күшке ден қойды. Негізгі өзгерістер премьер-министр Реджеп Тайып Ердоғанды президенттікке сайлаған 2014 жылы басталды. Елде әскери сала қарыштап өсті. Бұған өсім көрсетіп келе жатқан экономика, тиімді сауда байланыстары және алыс жақын елдермен күшті саяси дипломатиялық зор әсерін тигізді. Бүгінде Түркияның Албанияда, Әзербайжанда, Иракта, Косовода, Ливияда, Кипрде, Катарда, Сомалиде, Сирияда әскери базалар бар. Әскери әлеуеті күшті, алайда Түркия бұл жетістікке жету үшін бір үлкен құрбандыққа барды. Ол өзінің осы уақытқа дейін жеткен демократиялық жетістіктерінен айырылды. Көршілес елдерде әскери базалар құру арқылы таяу шығыстан келетін көптеген қауіптен құтылды, әрі босқындар ағынын да тоқтатты. Осы аз жылда 3 өңірде өз билігін жүргізбесе де, басты ойыншыға айналды. Ол өңірлер таяу шығыс, Парсы шығанағы және Африка мүйісі. 2017 жылғы Сауд Арабиясы мен Біріккен Араб Әмірліктері Катарға қарумен еңбекші болғанда, Катарды қорғап қалған осы түріктер еді. Осыдан 15 жыл бұрын қару-жарақ сатып алудан әлемде 3-ші орында тұрған Түркия, бүгінде сол қару-жарақты сатудан әлемде 14-ші орында. Ұшқышсыз ұшу аппараттары әлемдік ірілі-ұсақты қарулы текетірестерде өзін өте жақсы қырынан көрсетуде. Түркия билігі тіпті түрік экономикасы кері кеткен жылдары да қорғаныс саласынан қаржы аянып қалмады. Бұл әрине экономикалық жағынан өзін ақтамаса да, қауіпсіздік тұрғысынан дұрыс шешім саналды. Соңғы жылдары Түркияның экономикасы шатқалақтап тұр. Түрік лирасы құнсыздануда, алайда Түркия сыртқы күштерге тәуелсіз әскери қуатты ел құра алды. Келесі жылы Түркияның тәуелсіздігіне 100 жылдығын тойлайды. Құнсызданған лирамен, бая өсуші экономикамен, есепсіз әскери шығынмен, демократиядан айырылған президенттік ел ретінде және қуатты да заманауи әскермен. Қалай ойлайсыз? Реджеп Тайып Ердоған дұрыс таңдау жасады ма?